бүгін жаңа ән жаттаймыз. Құлыншақ деп аталады. Қараңдар балалар, құлыншақ бізде қалай дыбыстайды? И-го-го, и-го-го, и-го-го. Кәнеке бәріміз қайталайықшы. И-го-го, и-го-го, и-го-го. Жақсы. Балалар, мен қолымда қазақтың ұлттық ұрмалы аспабы тұяқ. Тұяқты біз бір-біріне соққан кезде атын шамысын естиміз. Жақсы. Тағы балалар, атын шабысын біз тілмен істей аламыз. Ол үшін тілімізді таңдайымызға қағып, былай істейміз. Кәне. Жақсы. Балалар, аттың үстінде шауып келе жатып, атымызды қалай тоқтатқызамыз? Дұрыс. Керемет. Балалар, енді құлыншақ әнімізді тыңдайық. Қалай балалар, әніміз ұнады ма? Енді балалар, әннің сөздерін жаттайық. Менің артынан қайталап отырыңдар. Ей құлыншақ, тоқым қағып берейін. Қайталаймыз. Ей құлыншақ, тоқым қағып берейін. И-го-го-го-го, шауып кетемін. Қайталаймыз. И-го-го-го-го, шауып кетемін. Тілімізді таңдайымызға қағамыз. Шауып келем. Тез жетемін. Анам менің тосып отыр. Қайталаймыз. Шауып келем. Тез жетемін. Анам менің тосып отыр. Жақсы балалар. Енді тағы да бір рет қайталап өтейік. Ей құлыншақ, тоқым қағып берейін. И-го-го-го-го, шауып кетемін. Шауып келем. Тез жетемін. Анам менің тосып отыр. Жақсы балалар. Балалар, енді әуенге назар аударайық. Мұқият тыңдаймыз. Ей құлыншақ, тоқым қағып берейін. И-го-го-го-го, шауып кетемін. Шауып келем. Тез жетемін. Анам менің тосып отыр. Тағы да бір рет қайталайық. Ей құлыншақ, тоқым қағып берейін. И-го-го-го-го, шауып кетемін.
басынан аяғына дейін айтып көреміз. Келесі сабағымызда құлыншақ әнімізді жаттауға жалғастырамыз. Балалар, біз бүгін қандай ән жаттадық? Дұрыс, құлыншақ деген. Құлыншағымыз қалай дыбыстайды? И-го-го, и-го-го. Жақсы. Ал бүгін қандай аспап болды? Дұрыс. Қазақтың ұлттық ұрмалы аспабы тұяқ. Керемет. Балалар, ал енді мен сендермен қоштасатын да кез келді. Сау болыңдар балалар.